Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің төрағалығымен өткен жедел жоспарлы кеңестің күн тәртібіне сай мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің атқарған жұмыстары бойынша ақпарат тыңдалды. Бұл тұрғыда баяндама жасаған бөлім басшысы Баян Айтбаева жыл басынан бері мәдениет саласында бірқатар шаралардың қолға алынғанын алға тартты. Атап айтқанда, жергілікті өнер ошақтарының қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету және ғимараттардағы жөндеу барысы бас назарға алынған болса керек. На текущий ремонт учреждений и предприятий города Мәдениет мекемелері мен ұйымдардың ағымдағы жөндеулеріне 40 миллионнан астам қаражаттар қарастырылған. Жоспарланған бюджет сомаларына бұрынғы Мирас мәдениет үйінің ғимаратындағы концерттік зал, шатыры мен жылыту жүйелері қалпына келтірілмек. Сондай-ақ орталық қалалық кітапхананың бірінші қабатындағы жөндеу жұмыстары мен Ақсу кенті мәдениет үйінің өңдеу шаралары да ағымдағы жылға жоспарланған. Осылай деп мәлімдеген баяндамашы өңірімізде мәдениет мекемелерінің жанында 88 клубтық құрылымдар жұмыс істейтін атап өтті. Оның ішінде 11 ұжымның халықтық және үлгілі деген құрметті атағы бар. Айтулы ұжымдарда 2000-нан астам әуесқой әртістер, бірлестіктер мен қызығушылықтар бойынша клубтардың қатысушылары еңбек ететін болса керек. Дәл осы ұжымдардың қатысуымен есептік кезеңде қалалық деңгейде 611 іс-шара өткізіліп, 200 мың көрермен қамтылған. Ақмола жұлдыздары облыстық көркем өнерпаздар байқауы мейлінше бұқаралық және маңызды сипатқа ие екені белгілі. Осы байқауда Степногорск бірінші орынға ие болған. Наурыз мейрамы қалалық мерекесі, сондай-ақ Қазақстан халқының бірлігі күні мен жеңіс күніне арналған іс-шараларды атауға болады. Сонымен қатар тілдерді дамыту мәселесіне байланысты жұмыстар барыста назардан тыс қалған емес көрінеді. Осуществляется деятельность по восстановлению исторических названий. Қала мен кенттер аумағында тарихи атауларды қалпына келтіру және топонимикалық атауларға сәйкес келтіру бойынша қызмет жүзеге асырылуда. Осы орайда өткен жылы Ақсу, Заводской, Бестөбе кенттері мен Қарабұлақ ауылындағы көшелерге жаңа атаулар берілді. Сонымен бірге Бөгенбай ауылдық округіне қарасты Степногорск ауылының атауын Байқоныс деп өзгерту бойынша ұсыныстар тұрғындар тарапынан ұсынылып, бүгінде бұл бағытта шаралар қолға алынды деді баяндамашы. Жауапты жүйе жетекшісінің ақпаратын назарға алған қала әкімі жаңадан біріккен бөлім басшысына дене шынықтыру және спорт саласындағы қарқынды төмендетпеу қажеттігі туралы еске салды. Техникалық жабдықтау туралы айта келе, қалаға жаңа сахна, автобус және қазіргі заманғы аппаратура қажет екенін атап өтті. Қала басшысы тұрғындардың мәдени іс-шаралармен қамтылуын, оның ішінде танымал әртістердің жарқын қойылымдарын, концерттердің ұйымдастыру есебінен арттыру қажеттігін тілге тиек етті. Мы должны показывать, искать возможность показать яркие, хорошие мероприятия. Халықты мәдени шаралармен қамту, біз барынша жақсы көрсеткіштерге жетуіміз қажет. Қазіргі таңда театрландырған қойылымдардың ұйымдастыруы жақсы дәстүр. Осы бағытта жұмыс жасап, танымал әншілер мен әртістерді қаламызға шақыру бойынша тиісті шараларды қолға алу керек деді шаһар әкімі. Сонымен қатар жиын жалғасында ағымдағы жылға жоспарланған сүйікті қаламыздың 55 жылдық мерейтойына арналған жұмыс жоспарды назарға алынып, бұл ретте жергілікті кәсіпорындар белсенділік таныту қажеттігі сөз болды. Айта кеткен жөн, шырайлы шаһарымыз үшін орасан зор маңызға ие мәдени шаралар үстіміздегі жылдың қыркүйек айына жоспарланған.